Менің ажырасқанымды ешкім құптамады. Талай рет көзім көгеріп төркініме барғанымда, анам, жұрт қызың ажырасып кеткен бе деп табалайды ғой деп шығарып салған. Әрине, анамды кінәламаймын. Анам жұрттың сөзімен өмір сүріп келе жатқан адам ғой. Мен ұзақ жыл анамды тыңдадым. Бір күні мен өліп кетсем, ешкімнің еш нәрсесі де кетпейді. Жасым 40-қа таяды, өміріме өзім жауаптымын. Өзімді ғана тыңдауым қажет деп ересек позициясына өттім. Әрине, бұл бір күнде қабылдана салған шешім емес. Көп ойландым. Ажырасу процесі де айларға созылды. Өткен шақ туралы ойламаймын деп өзіме уәде берген едім. Алайда тиран күйімен тұрып жатқан әйелдерге сабақ болсын деп, жаным азапталған сол өмірімді қысқаша бір екі ауыз сөзбен мазмұндайын. Күйеуім өте қызғаншақ еді. Жұмыстан келе салып, телефонымды ақтаратын. Мынау кім, пәленше не үшін қоңырау шалған? Не деді деп жалықпай сұрап шығатын. Одан бөлек телефонымның хронологиясын тексеріп отыратын, яғни қай күні қай мекенжайға барғанымды бақылайтын еді. Біреу бір саннан қателесіп телефоныма қоңырау шалса да, бұрынғы жігіттерің шығар деп ұратын. Тойда біреу биге шақырса да таяқ жейтінмін. Мен осындай адаммен 15 жыл отандасып, бір шаңырақ астында тұрдым. Күнде ол жұмыстан келерде бойымды үрей билеп күтіп отыратынмын. Бұл жолы ұруға қандай себеп табар екен деп, тірлігімді шашау шығармай істейтінмін. Анам мен құрбыммен сөйлессем де телефонымнан өшіріп тастайтынмын. Дүкеннен әкелген азық-түлікті де жасырып қоятынмын. Өйткені ол дүкенге бардың ба? Кіммен сөйлестің деп жоқ жерден ұрыс шығарып берекемді қашыратын. Ал өзі талай рет көзіме шөп салған. Кейде үйге қонбай қалатын. Отбасылы келіншекпен әуейі боп жүргенін де әріптесінен естігем. Бұл туралы ашық әңгімелеспек болғанымда өзімді кінәлап ұрып тастаған. Көңілімде, сезімімде әбден суығанда, эмоциясыз отырып өміріме шолу жасадым. Ол қорлайтындай, мені ұратындай не кінәм бар? Өмірімнің соңына дейін тоқпақ көруім керек пе? Мен де тыныш, бақытты өмір сүруге, жайнап жүруге, бауырларыммен арқа-жарқа боп кездесуге құқылы шығармын. Осындай сұрақтарды қоя отырып шешім қабылдадым. Ажырастым. Ажырасқаннан кейін қиындықтар болғанын жасырмаймын. Әйтсе де күйеуімнен көрген зорлық-зомбылықтың қасында ол қиындықтар түкте емес. Бастысы, бұрынғыдай әр күнім үреймен өтіп жатқан жоқ. Жанның тыныштығына еш нәрсе жетпейді екен. Қазір тыныш өтіп жатқан әр күніме алғыс айтам.